Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Мери, менің уже Тараздағы екінші влогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде соңғы күн, және де уже ертең қайтатын боламыз. Сол себептен осы влогты соңына дейін көріңіздер, барлық қызықтарды көрсететін боламын. Бүгін Ажар екеуміз мектепке баратын боламыз. Апайларды, сыныптастарымның барлығын сағынып кеттік. Сол себептен барлығын көріп қайтқымыз келіп тұр. Сол себептен бізбен бірге болыңыздар. Біз осы үшін сағат 8:30 тұрған болатынбыз. Қазір біз 10:20-ларда баратын боламыз, себебі уже сол кезде 4-ші сабақ болып жатады. Мен тегін шықтым, осылай киіне салдым. Қазір енді бірінші басқа жаққа барамын, оны потом айтамын. Ал енді мен сіздерге айтайын, қайда бара жатқанымды. Мен деген қазір Азанмен киноға бара жатырмын. Білмеймін, онлайн билеттер что-то сатылмай жатыр. Сонымен Азанмен барып, дәстүрге Еркежан екеумізге сатып алайын деп жатырмын билет. Біз дәстүрге әлі барған жоқпыз. Осы Тараздағы соңғы күнім болған үшін осы киномен өткізейік деп шештік. Мен деген осы Азанда тұрып, әншейін осылай жүру үшін шыққан сияқтымын. Қазір осы акиматтың алдынан өтіп бара жатырмын. И жаяу барамын. Потому что кино біздің жаққа жақын. Примерно 10 минуттай жүретін жер. Сол себептен өзім жаяу бара салайын деп шештім. Вот, Қазақстан кинотеатрына келдім. Енді қазір барып алу керек билетті. Ешкім жоқ қой. Вот, билеттер алдым. Егер де сіздер қалаған жерлеріңізден билет алғыларыңыз келсе, қалаған орындарыңыздан, онда сіздер ерте барып алу керек екенсіздер. Полный зал бос болып тұрды. И мен өзімнің 7-ші рядтан 10-шы, 9-шы месседардан алдым. Енді қазір мектепке баратын боламыз енді. Мен деген уже келіп қойдым. Өзімнің остановкамам. Және де ана жақта бізде мектебіміз тұр. И мен қазір Ажарды күтіп тұрмын. Ажар уже келе жатыр. Мінекей өте жүріп келе жатыр. Ажар болса. Привет. Естеріңізде шығар, осындай біздің мектебіміз. Қазір бізді кіргізе ма, кіргізбей ма білмейміз. Бірақтан бара тұрмыз әдер. Қыздар ма? Жоқ, саған кетіп қапайды. Астымдадан кетіп тұрып қапайды. Бұрында бізде осы жерде жүріп едік. Коридор осы кішкентай екен десе. Білен осы жерде аңсап келдім мен негізі. Шынымен де. Қазір енді апайға барамыз, сосын сыныптастарымызға барамыз. Мына жақта біздің апай отыр керек негізі. Қазір отпайтын жақта. Сәлеметсіз, Жанар апай бар ма? Достарынан қараңыздар, қандай әдемі, мынандай Пушкин, сосын апай атамызды мынандай столдар жасап қойыпты. Өте күшті. Біз бірінші рет көріп тұрмыз. Өте әдемі болып тұр. Апайға кіреміз ба? Апайға кіреміз ба? Бұл біздің мектепте өзіміздің нағыз оқушы сезінеміз дейді. Біздің мектептің мақтаныштары, потом мынандай шахматный зона. Вот. Бұл жақта біз танимыз ба? Біз ағаларды танимыз, наларды, потому что бұл біздің ағайларымыз. Это мен өзім артынан қалдырып кеткен көп кезде. Ойнап айтамын, достар. Біз асханаға келдік, потому что әлі 20 минут бар екен, да? Но мен асханамды сағындым, достар. Қараңыздар, қандай. Біз деген асханаға келдік. И қазір булочкаларымызды алатын боламыз. 400 деп ба? Қандай булочка жейсің? И чайлар? Біз қазір апайға баратымыз қайтып. Келді деп ойлаймыз. Біз қазір душаға келдік. Біздің ағайымыз бар ма, соны тексереміз. Біз деген уже қатпар жатырмыз. Мен Еркежанның тұлпарына болғам. И қазір Еркежан үйіне барамыз. Сөйтіп Еркежан маған тамақ берейін дейді, достар. Еркежан үйіне келдік. Үйін тұзылып. Вот Еркежан. Үйінде кім бар? Есім жоқ па? Кукинг бізде Еркежаннан. Қасында жағаласып әтер жүрміз. Адилайко, бізде тоғыш осындай. Мен деген Еркежан үйіне келдім. Не жауға ашып кетерегі. Что-то странно, достар. Вот, осай, маған завтрак, обед, ужин вместе со мной. Да, пожалуйста, мне с сахаром.
Короче, бар сахарды жеш. Рахмет, Құдай сайлығын айрықша. Маған негізі андай жарайды деп берсең жақсы болады еді. Маған енді осылай жей беремін. Ал достар, ас болсын. Қараңыздар, қандай күшті. Прям тамақ дайындады. Еркежан түрі прям өте әдемі инстаграмский болып тұр. 4 жұмыртқа жасадым ба? Шай. Ал біз қазір әңгіме айтып ішетін боламыз. Мен сіздерге дом түсірмей кеттім, потому что мен деген ұйықтап қалдым. И қазір біз деген осындай өзімізге тәттілер алдық. И қазір біз киноға бара жатырмыз. Біз қазір барлық жерде жүгіріп жүрміз, потому что уже 10 минуттан кейін біздің киномыз басталады. Ал біз 5 секунд қалды. И біз не успеваем, короче. Но барлық жақсы, достар. И біз 50 секунд күтеміз. Бүгін азанда келіп кеткен кинотеатрға келе жатырмын. Қолымызда заттар, и вот біздің билеттер. Наконец-то келдік, достар. Бірінші салмын не? Бай. Мен что-то Қазақстанға бірінші кетіп тұрмын, ау деймін. Махр деген күйеудің қалыңдығына беретін сыйлығы. Оның қалыңдықтың өзі таңдайды. Диана, не қалайсыз? Бізге кино өте қатты ұнады. Және өте қорқынышты болды. Но біз осындай Қазақстанның күшті фильмдер шығып жатқанына біз өте қатты қуанамыз. Бізде фотосессия болып кетті. Короче, дәстүрден шықтық. Өте қатты ұнады дәстүр бізге. И вот фотосессия, достар. Досым. Күшті. Біз деген қазір шефстарға келдік. И кеттік. Біз деген заказ бердік. Вот, біздіңкі. Ана бізде Ернұрдыңкі. Мына жақта, короче, Маулен отқан еді, бірақ Маулен кетіп қалды. Өкінішке орай, сонымен қазір заказымызды күтеміз. Тух, молодец. О, спасибо, Ернұр. Вот біздің шефстардағы лимонадымыз. Біз қазір Еркежан екеуміз сөйлесіп келе жатып, осындай Аю деген бір магазин көріп қалдық. Бұл магазинге, помните, біз барғанбыз, Ажар үшеуміз. И бұл жақта, короче, корейский бір заттар сатады. Вот. Қараңыздар, корейский қаншама заттар сатады. Мынау өте тәтті. Мынау прям өте тәтті рамен. Если что, вот. Қазір біз осы жерде, короче, корейстер қысап отырып жегіміз келіп жатыр. Но ана жақта Ариандысын тасырып отыр. И өте стрёмно, конечно. Короче, қазір таңдаймыз. Давай не аламыз? Мен андай рамен жегім деп тұр. Бізге дайындайтын заттар берем, а? Бермей ма? Мен деген осындай сифуд деген раменді алдым, потому что өте тәтті, мен жеп көргем. Сен бірақ егер андай морской нелерді жеп көрсең, ұнатпасаң, короче, бітірліп. Анау рамен кимчи деген тоже тәтті прям. Мен соны жейтін всегда. Иә, үйде. Но мен нан аламын, потому что өте тәтті бұл. Сағат бізде 11:30 болды. Ал біз болса ана жақта осындай заттар алып дайындайық деп жатырмыз. Короче, өзіміздің рамендарымыз, енінде посудалар 300 теңге тұрады, иә? 300 теңге тұра ма? Иә. 300 теңге тұрады. Енінде топпоки алды Еркежан. Қазірдан бері көретін боламыз, короче. Ал кеттік. Ал кеттік. Менің беті ақта. Беті жоқ, үсіп сейсің. А қойш. Короче, оказывается, здесь есть новый аппарат. Вот. Біз білмедік бұл жайлы. И біз осы жерде тұрып уже варить ете береткенбіз. Короче, Корея болып кеттік, достар. Вот. Уже асты, вот, на жақ қысып жатыр деген сөз. И біз қазір сразу специю қосатын боламыз. Сен тоже ісіп жатыр? Деп ойлайды? Мегі кәдімгідей. Прям
Корея болып жатыр достар, қараңыздар, бетіне көпшіктен. Но что-то Екшанка там қабылдап жатқан жоқ, аппарат сломался, не знаю, короче. Мен кәдімгідей мен суымды аласың ба десем, Ана, қараңыздар, қыздар. Как всегда мен айтқан біреу сол себептен сразу сіздерге түсіріп алайын. Қазір мен токпокет қалай жасағанымызды көрсетамай қаламын. Мынау сыртын көріп алыңыздар осындай достар. Вот. Осылай жеп жатырмыз. Өте күшті. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге ұнатса ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де бұл жерде де сіздерге көп нәрсе түсіре алмадым, себебі менің тағы да зәркем болып қалған болатын. Сол себептен ренжімеңіздер, келесі влогтарды өте күшті қылып түсіретін боламыз. Сонымен қатар токпоккеге өзімнің ойымды айтып кетейін. Токпокке мүлде ұнаған жоқ негізі, но негізі нормально. Былай десем болады, но дәмі жоқ. Жейтін тағам емес негізі былай. Но бір рет жеп көрсеңіздер болады. Осымен менің видеом аяқталды. Тараздағы мен уже Астанадан өздеріңіз көріп тұрғандай. Егер де осы видеоны ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарий жазып кетіңіздер және де біздің арнамызға тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша, пока-пока.